Қайырлы күн, құрметті Арыстан онлайн академиясының оқушылары. Бүгін сіздерге біз осы жылғы 2021 жылғы жаңа нұсқаларды талдап көрсететін боламыз. Мынау ұлттық тестілеу орталығында биыл шыққан жаңа нұсқаның бір нұсқасы. Ал ендеше нұсқа талдауды бастайық. Бірінші есепті оқысақ, ойын алаңында А командасының 65 ойыншысы және В командасының 14 ойыншысы жүр. А командасының ойыншылар саны Б командасының ойыншылар санынан 4 есе артық болу үшін А командасында неше ойыншы алаңнан шығу керек дейді. Енді қарайық. Бетіп тұр ғой. Жалпы А командасында 65 жазып қояйық. А командасында 65. Ал В командасында 14 ойыншы дейді. Енді маған айтып тұр ғой, шартты оқиық. 4 есе артық болу үшін дейді. Яғни А командасының ойыншылар 4 есе артық болу үшін. Яғни 4 есе деген сөз, онда мына 14-ті мен 4-ке көбейтемін. Яғни кейінгі ойыншылар саны дейік, кейінгісі. Онда 14 көбейтілген 4 тең 56. Яғни менде ойыншылар саны 56 болу үшін, яғни бастапқыда 65 ойыншы ғой, кейінгі 56. Яғни 56 ойыншы болу үшін мен неше ойыншыны шығаруым керек. Сонда 65-тен азайтамын 56-ны. Тең 9. Сонда мен 9 ойыншыны ойыннан шығарсам, онда менде А командасында 56 ойыншы, В командасында 14 ойыншы қалады. Сонда В командасының ойыншыларынан А командасындағылар 4 есе көп болады екен. Түсінікті ғой? Міне, осылай шығарамыз. Енді кеттік келесі. Екінші есепті қарайық. Диаграммада балмұздақ жасау үшін құрамындағы судың, сүттің, қанттың пайыздық мөлшерлері көрсетілген дейді. Яғни бір балмұздақтың ішінде құрамындағылар. Дұрыс па? Осындай 3 кг балмұздақ жасау үшін қанша грамм су қосу керек дейді. Енді қараңыздар, бізде бұл жерде процент, яғни мына жерде 3 кг, дұрыс па? Ол менде барлығы 100%. Міндетті түрде, егер сіздерге проценттік есеп келе ма, ойларыңызға түсу керек болды. Мен осы жерде, мына жерде жазылмай тұр 100% деген барын, яғни ойымызға міндетті түрде түсу керек. 100% деген ол бар. Автомат түрде миымызға 100%, яғни проценттік есепті оқыған кезде пайда болу керек. Түсінікті? Ал енді қарайық, не дейді? 65, яғни суды айтып тұр, 65% су. Түсінікті ғой, міне естеріңіз болсын, проценттің астына процент, санның астына сан жазасыздар. Ал маған X судыкін табу керек, дұрыс па? Ал енді пропорция бойынша алсақ, міне X тап көбейтем, міне 100-ге X-ті 3-ке 65-ті көбейтем. Ал бұл жерде енді граммен берілгендіктен, қараңыздар, бұл жерде граммен беріліп тұр. Сондықтан мен мынаны бірден грамға айналдыра салайын, есебін бастамас бұрын. Қараңыздар, мен мынаны грамға айналдырып алайын. 3000 грамм. Сонда 100x тең болады 65 көбейтілген 3000 грамм. Сонда x тең болады, міне 65 көбейтілген 3000 бөлінген 100. Сонда 1950 грамм су қажет болады екен. Яғни су қосу керек екен. Түсінікті? 3 килограмм менде балмұздақ жасау үшін 1950 грамм су қажет екен. Түсінікті ғой? Өшіре салайын тақтаны. Так, мінекей өстіп екі есепті алдадық. Енді үшінші есепті көшсек, үшінші есепте не дейді? Бүйтеді. Қосу, азайту, көбейту, бөлу және дәрежеге шығару дейді. Яғни бір санның дәрежесі ретінде алатын болсақ деп тұр. Амалдарының кейбіреуі мынандай белгілермен беріліп тұр. Яғни алмастырылған. Түсінікті? Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Енді біз мыналар жазып алайық. Бізге керегі. Міне, мына жерде ромбик тұр. 2, мына жерде 3 бұрыш. 13 тең 12 дейді. 5, 3 бұрыш. 2 тең 6. Енді маған мына жерде мынандай беріліп тұр ғой. 2, 3. Қарайық. Енді мына жерден бірінші біз мына есептердің орнына мына қосу, азайту, көбейту, бөлу, дәрежеге шығару амалдарын кез келген біреуін қою арқылы келтірсек болады, дұрыс па? Енді сол арқылы келтірсек, қараңыздар. Мен мысалы мына жерде қалайынан тұр? 12 шығу үшін не істесем болады? Ол менде былайынан болып тұр. 5-тің квадраты азайтылған 13 тең болады 12. Түсінікті ма? Сонда менің мынау амалым қандай екен? Былай жазылайын. Дәрежеге шығару. Дәрежеге шығару. Түсінікті? Дәрежеге шығару. Ал мынау қандай амал екен? Бұл азайту екен. Түсінікті? Азайту амал екен. Міне, азайту амалы. Так, сонда қарайық. Міне 5-тің
3 дәрежесі азайтылған, мына жерде қалай? 5-тің 3 дәрежесі азайтылған, да, 5-тен 3 азайтылған, мына жер дәрежеге шығару емес екен. 3 квадрат па? Так, қарайық, азайту 3-тің квадраты. Е? Аха, сонда, енді бұл жерде азайту тұр. Дұрыс па? Так, азайту 3-тен, мына жерде 15 екен, кешірім сұрайым, мына жерде 15 тұр екен менде, 15 екен. Сонда, қараңыздар, 15-тен азайтам 9-ды. Тең 6. Орындалып тұр. Дұрыс қой, орындалып тұр. Міне. Ал енді келесі. Сонда біздің таңдаған амалдарымыз дұрыс екен, мынау дәрежеге шығару, анау азайту. Бұл жерде дұрыс шығады екенбіз. Енді қарай, келесі. 7-нің квадраты міне дәрежеге шығару, азайту 3-тің кубы. Сонда 49 азайтылған 27 тең болады 22. Сонда жауабы бізде жауабы сұрақ белгісінің орнында 22 тұру керек екен. Түсінікті оқушылар, аса күрделі емес, байқасақ кішкене. Мына жерден біздің ең проблемный жер бұл жерде дәрежеге шығару. Мысалы қосып азайту арқылы шығарып алуымыз мүмкін, бірақ енді кейде есептеген кезде дәрежеге шығаруды түсінбей жүр. Сонда дәрежеге шығару деген мына жерде 5-тің квадраты азайтылған 13 деген тұры деген сөз. Түсінікті? Мінекей осындай есептер болады екен. Так, кеттік. Келесі. Самал, Назерке, Дана. 3 20-ге қатысады. Самал, мен фотоға да, биге де қатыспаймын деді. Яғни бүйтіп жазып қойын. Самал, Назерке, Дана. Дана. 3 20-ге қатысады. Самал айтты, мен фотоға да, биге де қатыспаймын деді. Онда Самал бізде 3-ші 20 домбыра деп тұр. Онда Самал бізде домбыра қатысады. Ол бірден ақ көрініп тұр. Домбыра бізде бос емес енді. Так, айтады, Назерке, мен фотоға қатыспаймын дейді. Яғни, ол фотоға қатыспаса, фотоға қатыспаса, онда менде би деген бар, дұрыс па? Назерке онда биге қатысады. Ал домбыраға Самал қатысып қойған бағана бастапқыда. Биге Назерке, Дана сонда фотоға. Яғни, бізде есепті осылай келтіріп алсақ болады екен, түсінікті? Немесе баған түріне жазып, мысалға, Назерке мысалға, Самал айтып тұр, мен фотоға да биге де қатыспаймын деп тұр. Онда ол міндетті түрде 3-ші 20-ге қатысады. Сол арқылы тапсақ, біріншісін тауып алсақ, ары-қаратай өзі оңай тез табылып кетеді. Түсінікті ғой? Так, кеттік, өшірейік тақтаны. Так, енді 5-ші есеп. Яғни, мына есептен қарайық, Самал домбыра, Назерке би, Дана фото. С жауабы екен. Түсінікті? С жауабы. Так, қарайық, енді 5-ші есеп. А жиынында 21 элемент, және оның В жиынымен қиылысуында 14 элемент бар. В жиынында жатпайтын, тек А жиынына тиісті неше элемент бар. Енді бұл жерде кәдімгі өзіміздің Вен диаграммасы дейміз, Эйлер Вен деп айтамыз, яғни сол диаграмма бойынша келтіріп алсақ та болады. Мысалы қарайық. Бұл жерде не деп тұр? Қиылысуында дейді. Яғни А жиыны мен В жиынының қиылысуында мұнда 14 элемент тұр, дұрыс па? Енді айтады, жалпы А жиынында 21 элемент дейді. А жиынында 21 элемент тұр, дұрыс па? Сонда А жиынның ішіндегі сандардың қосындысы 21 шығу керек. Сонда мен мына жерге 7 жазсам болады, дұрыс па? Яғни мен В жиынын бүйтіп, мысалы, өшіресем, А жиындағы сандардың қосындысы 21 шығу керек. Мен сол арқылы келтірсем болады. Яғни мен жаба салайын. Не деп тұр бізге? А жиынына тиісті емес элементтер саны. Сонда менде 7 екен. А жиынына тиісті элементтер саны 7 екен. Түсінікті? В жиынына тиісті емес, яғни тек қана А жиынына тиісті 7 болады екен. Түсінікті ғой? Так, өшірейік. Сонда жауабы 7 болады. Түсінікті ғой? С жауабы. Так. Келесі есеп сурет бойынша заңдылықты анықтап сұрақ белгісінің орнына санды табыңыз дейді. Біз былай сала салайық. Бір, екі, үш, 24, 21. Сұрақ белгісі мұнда 9. Так, қарайық. Мұна жерден ішінен қарайық. 1, 2, 3, 4. Бұл жерде де бір заңдылық тұрған сияқты. 1, 2, 3, 4 деп тұр. Ал енді сыртында да мүмкін бір заңдылық бар шығар. Мүмкін бір кеміп бара жатқан, бір тағы да бір заңдылықтар бар шығар. Так, қарайық. Енді мен мұна қарайықшы. 24-ті 4-ке бөлсем 6 шығады. 3-ті 21-ді 3-ке бөлсем, мұндан 7 шығады, дұрыс па? 21-ді 3-ке бөлдім. Қарайық, 9-ды 1-ге бөлем, тең 9 шығады. Дұрыс па? Сонда қарайық. 6, 7, 9. Сонда мұна жерде
яғни мынадан ақ қарасақ, 1, 2, 3, 4 деп тұр. Ал мына жақтан қара керісінше не істеп бара жатыр, яғни өсуімен кетіп бара жатыр, дұрыс па? Сонда 6, 7, мында сонда 8 шығу үшін сұрақ белгісінің орнына қандай сан болу керек? 16, дұрыс па? 16-ны 2-ге бөлсем 8 шығады. Сонда жауабы менде В жауабы болады екен. В жауабы болады екен. Түсінікті ғой? Сонда мына жерде 16 деген жауапты таңдайды екенбіз. В жауабы. Так, міне 6 есеп аяқталды. Так, кеттік енді келесі. Дүкенде жиһазды жиналмаған түрде сатылады дейді. Яғни дүкенде жиһаз жиналмай сатылып тұр. Сатып алушы жиһазды жинаулы түрде сатып алуға тапсырыс бере алады. Бірақ оның құны 10%-ға артады. Яғни ол өзінің пайызынан, яғни өзінің бағасынан 10%-ға қымбаттайды деген сөз. Түсінікті? 45 мың теңгенің жиһазын жинаулы түрдегісіне тапсырыс беру үшін сатып алушы қанша ақша төлейтінін табыңыз дейді. Яғни бізде қарайық, өзі 45 мың теңге. Ол менен неше процент? 100%. Дұрыс па? Ал айтып тұр ол жер не деп тұр? Бірақ оның құны 10%-ға артады дейді. Яғни бізде бұл жинаулы түрдегісіне тапсырыс беріп тұр. Түсінікті? Сонда неше процент болады? 110%. Яғни 100-ден 110%-ге дейін көтеріліп кетеді екен бағасы. Ал маған осы бағаны табу керек, міне X. Түсінікті ғой? Енді кәдімгі X тап көбейтеміз пропорциядағыдай. Сонда 100X тең 45 мың көбейтілген 110. Ал сонда X тең болады көбейтілген 110 бөлінген 100. Ал енді сонда бұл жерде бағасы сонда 49.500 ба сондай теңге болу керек. Түсінікті? Мына қысқарады. Сонда 10% қарса, онда 4,5 теңге артады, дұрыс па? Сонда 49.500. X-тен 49.500. Міне жауабы 49.500. Оны мына жақпандай есептесек болады. Түсінікті? Өте оңай байқасақ. Түсінікті ғой? Сонда ол 49.500 теңге төлеу қажет болады екен. Түсінікті ғой? Кет дегенді ары қаратай. Келесі, диаграммада математика пәнінен номері 1, номері 2 және номері 3 байқау сынақтарындағы оқушылардың жинаған ұпай сандар көрсетілген. Номері 1 байқау сынағындағы Арманның ұпайы мен номері 3 байқау сынағындағы Айымның ұпай сандарының қосындысынан номері 2 байқау сынағындағы Жанаттың ұпайын шегергенде шыққан ұпай санын табыңыз дейді. Енді қарайық. Бұл жерде номері 3 байқау сынағы тұр, дұрыс па? Арманның ұпайы мен, яғни номері 1 байқау сынағында Арманның ұпайы, номері 1 байқау сынағы деген ол мынау. Түсінікті? Мына жерге қарасаңыздар, көрсетіп тұр номері 1, номері 2, номері 3 деп. Түсінікті? Сонда бірінші баған номері 1, екінші баған номері 2, үшіншісі номері 3. Сонда бірінші баған қарайық, неше? 10. 10 қосылған. Айымдікі, екінші Арманның ұпайы мен номері 3 байқау сынағындағы Айымдікі. Айымның номері 3 байқау сынағындағысы неше? 15. Түсінікті ғой, не 15. Айымның номері 15. Сосын номері 2 байқау сынағындағы Жанаттың дейді. Номері 2 байқау сынағындағы Жанаттың 15. Азайтам 15-ті. Сонда қарай. Дұрыс қой, Арманның номері 1 байқау сынағында 10 балл, Айымның номері 3 байқау сынағында 15, Жанаттікі 15. Азайтсам, сонда менде не қалады? 10 қалады. Сонда жауап 10 ұпай болады екен. Аса күрделі емес, қарасақ. Жалпы математикалық сауаттылықтың есептері өте оңай. Кішкене ойымызды жинақтап шығарсақ, жауаптың дәл тауып аламыз. Түсінікті? Қарайық енді. Суретте мекеме қызметкерлерінің жалақысы жайлы мәліметтер келтірілген. Мекеме басшысының қызметкерлеріне мереке қарсаңында қызметкерлерінің орташа жалақысының 10% көлемінде бір реттік сыйақы беруді ұйғарды. Аспаз сыйақысын қосқанда қанша теңге алатынын табыңыз дейді. Енді бізге оқушылар бұл жерде нені табу керек? Бізде жалпы бұл жерде сұрақты түсініп алуымыз керек. Түсінікті? Не деп тұр? Мекеме басшысы қызметкерлерінің мереке қарсаңында орташа жалақысын деп тұр. Түсінікті? Бізге бұл жерде орташа жалақы маңызды. Түсінікті ғой? Яғни барлық қызметкерлердің орташа жалақысы біз түсінбеуіміз керек. Мынау бір аспаздың ғана орташа жалақысын қосу арқылы емес. Түсінікті? Яғни біз бұл жерден барлық жұмысшылардың орташа жалақысы. Енді орташа жалақы десек, ол бізде арифметикалық орта. Түсінікті? Яғни арифметикалық орта бойынша барлығын қосамда санына бөле саламыз. Түсінікті ғой? Сонда 180 қосылған 80
қосылған 90, қосылған 80, қосылған 160, қосылған 70, қосылған 190. Я? Так, бұл жерде неше қызметкер бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Түсінікті? 7 қызметкер бар, яғни орташа жалақысы мынандай. Енді бұларды қосып есептесек, қазір. Сегіз, 16, 9, 25, 33, 39, 46, 55, 505 ойда. Мына жерден 3, 850. Түсінікті? Сонда біздегі барлығының жалақыларының қосындысы сонда 850 екен. 850 бөлінген 7. Яғни енді бұл жерде мына 7-ге бөлген кезде қалдық қалып қалады. Сондықтан бізге осы үйде тұра бергені тиімді, жақсы ма? Немесе бөліп көрейік та, жуықтап ала салайық бағаны, жақсы ма? Так, қарайық. Мына 1 рет бар, 2 рет бар. Так, қарайық. 1 рет бар. Бөле салайық. Сонда 121 бүтін 7-тен 3. Түсінікті ғой? Сонда 121 бүтін 7-тен 3 деген баға шығады екен. Осылайын ала тұрайық, пока. Бірақ мына жерде бізде жуықтап алып тұрғыз баға. Сондықтан енді мынаны ары қаратай периодты түрде бөлсек, сол кезде бір мәнді жуықтап алуға болады. Түсінікті? Енді бізге айтып тұр, осының 10%-ін қосып төлеген. Түсінікті? Яғни бір реттік сыйақы ретінде. Ал сонда қарасақ, енді келтіре салайық, мына жерде ары қаратай 121 бүтін 0, мынаның ішінде қанша рет бар? 4 рет бар. Осылай кете берсін, осы күйде тұра берсін. 121 мың, оннан 4. Осылай күйде қала берсін. Енді біз осының 10%-ін есептеп, аспаздың жалақысына қосымыз керек. Сонда 121 бүтін оннан 4-тің міне. X-та 10%. Ал сонда есептесек, қараңыздар. X-тап көбейте салам, сонда 100X тең болады 10. Міне сонда 10%, жалпы орташа барлығының жалақысы 12.114, яғни бұл 12.114 деген келеді. Енді мына жақта жай мыңдарын алып тастадым ғой. Так, кеттік, ары қаратай. Енді біз аспаздың жалақысына қоса салсақ жеткілікті. Міне, жалпы орташа баға шығып тұр. Сонда аспаздың бағасы менде 80 мың. Аспаз деп қояйық. Оған қосамын. Сонда 92 мың, 114 мың теңге. Түсінікті? Яғни аспазға 10% бір реттік сыйақыны қосқан кезде 92.114 мың теңге болған екен. Түсінікті? Так, өшірейік, келесі есеп. Сонда бізде жауабы Д жауабы болады екен. Түсінікті? Енді кішкене күрделі есеп, просто бұл жерде есептеуден қате кетіп қалмау керек оқушылар. Яғни арифметикалық ортаны есептеген кезде, яғни жаңа 7-ге бөлген кезде келтірулер кішкене шатастыру мүмкін. Түсінікті? Так, кеттік. Әжесі неше жаста болса, немересі сонша ай дейді. Әжесі мен немересінің жастарының қосындысы 65 жас. Әжесі мен немересі неше жаста екенін табыңыз. Енді бұл жерде жауабымен тапсақ болады, немесе теңдеу құра салсақ болады. Түсінікті? Так, қарайық. Әжесі 2 жаста болсын, теңдеу құрып шығарайық. Ал не дейді? Немересіне сонша ай дейді. Яғни әжесі 2 жаста болса, немересі X айда. Түсінікті? Жасы оның X ай болып тұр. Түсінікті ғой? Енді немересі дей салайын. Немересіне X ай. Ал немересінің неше жаста екен табу үшін мен не істесем болады? Мынаны X-ті, яғни бір жылда 12 ай бар ғой, mesela 12-ге бөлсем, сонда X бөлінген 12 жаста болады. 12 жаста. Түсінікті? Так, енді жастарының қосындысы менде 65 жас деп тұр. Сол арқылы теңдеу ұрсам, әжесінің жасына мен немересінің жасын қосам, сонда 65 жас. Түсінікті? Ортақ бөлім берем. Сонда 12x қосылған 1x тең болады 12 көбейтілген 65. Бұл жерде көбейтіп қажет жоқ, бірден келтіріп кетеміз.
Так, қарайық. Енді мына жерде 13x, 13-ті бөліп жіберем, сонда x тең болады 12 көбейтілген 65 бөлінген 13, мынаумен қысқарады, 5 қалады, 1 қалады. Сонда 12-ні 5 көбейтем, 60. Сонда әжесі 60 жаста, немересі, яғни 60-ты 12-ге бөлсем 5 жас шығады. Түсінікті? Сонда әжесі 60-та, немересі 5-те. Түсінікті ғой? Міне, осылай теңдеу құрастырсақ болады. Немесе жауабымен ақ келтірсеңдер болады. Мысалға, жастарын 12-ге көбейткен кезде қайсының жасымен тең еседі, соны алсақ болады. Так. Түсінікті болса, кеттік енді ары қаратай. Так. Барлық жақтар боялған кубты әрқыры 6 тең бөлікке бөлінетіндей етіп, бірнеше кубтарға бөлген. Осы кубтардың ішінен кездейсоқ алынған кубтың екі жағы ғана боялған болу ықтималын табуымыз керек. Так, енді біз кубик сызып қояқ. Жақ, бұл жер жазып қояға. Жалпы бұда 8 төбе бар кубикта. 6 жақ бар. Так. Біреу, бізде тоқтаңдар, бұл жақта 6 жақ бар, и 12 бізде қыр бар, дұрыс па? 12 қыры бар. Енді қырларын есептеп шықсан, 1, 2, 3, 4 деп бәрін есептеп шықсан, 12 қыр шығады. Енді шатаспаңыздар, жақ деген ол мына жақтағы беттері, түсінікті? Мына жақтағы беттері жақ деп атайды, түсінікті? Яғни 6 жақ, 8 төбе, 12 қыры бар. Так, енді айтып тұр бізге. Оның ішінде, яғни теңге 6 бөлікке бөліп шыққан барлығын мына жерде. Теңге 6 бөлікке бөлген. Сол кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөліп теңге, түсінікті? Енді бұлайынан сіздерге сызып көрсетіп салайын, түсінікті болсын есебіміз. Так, қарайға, міне, осының барлық жағын бояп тастаған, осының барлық жағын бояған кезде айтып тұр. Осы кубтан кездейсоқ алынған кубтың екі жағы да боялған болуы. Түсінікті? Енді қарай, мен мысалға мына қырды бір жай ғана сіздерге түсіну үшін көрсете салайын. Қазір болмаса бөлек түспен бояп көрсетейін. Так, міне, мысалға бүйтіп боядым. Енді мына орталарындағылардың бір жағы ғана боялатыны нақты анық көрініп тұр, дұрыс па? Сол үшін не? Былайынан алған кезде қарайық, үш қыры боялған кубик қайсы? Бұл жерде үш жағы боялған, мына жерде кубиктер екен. Түсінікті ғой, міне, үш жағы боялған. Енді менің бұл жердегі мақсатым қазір екі жағы боялған кубиктердің санын тауып алу. Бұл жерде 12 қыры бар ғой, соған байланысты қарайық, міне. Міне, үш жағы боялған мына жерде тұр, екі жағы боялған, қараңыздар. Біреу, екеу, дұрыс па, мына жағы ғана боялған, ал қиып алған кезде ар жақтарында бояу болмайды. Екеу бар, міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу, ал мына біреу бұрыштағылар, яғни төбелеріндегі жақтары, бұлар үш жағы боялған. Сонда біреу, екеу, үшеу, төртеу. Яғни әр қырында төртеуден бар екен. Әр қырында төртеу бар екен. Әр қырында төртеу. Түсінікті? Ал менде әр қырында төртеу болса, 12 қырда жалпы нешеу? Яғни 12 қырында, әрбір қырындаған екен, сонда әрбір қырында боялған төртеу ғана, сонда 48 алады. Бұны мен м деп қояйын. Жалпы ықтималықтарда қалай еді бізде? Керек, яғни керегін барлыққа бөлеміз, немесе м бөлінген n деп аламыз. Енді мен керегі деп тұр ғой, бұл жерде екі жағы боялғандар, керегі, түсінікті? Яғни екі жағы боялған, ол маған сұрап тұрғандарым. Енді жалпы барлығы әрбір қырын теңдей 6 бөлікке бөлген кезде барлығы неше шығуы мүмкін? Енді бұл жақта жалпы 6 кубик қой, теңдей әр қырынан 6 кубиктен шығып отырған кезде n тең болады. Бұл жерде куб болғандықтан 6-ның кубы болады. Түсінікті? Сонда жалпы 216 тал бізде кубик шығады екен. Жалпы теңдей бөлген кезде 216 кубик шығады. Сонда PA тең болады 216-тан 48. Енді бұны қысқартсақ та болады. Так, бұны
қаншаға қысқарады? Так, 36-ға қысқарады. Жоқ, 12-ге қысқарады. Так, 12-ге қысқартсам, неше қалады? 1. Так, енді 2-ге бірден қысқарып келтіре салайықшы қазір бұл жерде. 6 дей салайын, 8-ге қысқартқан кезде 2. 27. Так, тоқтаңдар, бұл жерде 8-ге қысқартқан кезде 6 шығып тұр. 8-ге қысқартқан кезде мына жерде 2 рет бар. 5, 7, 27-тен 6 бұл тағы да 3-ге қысқарады емес па, иә? 3-ге қысқарған кезде 9-дан 2. Сонда бізде С жауап шығады екен. Түсінікті? Енді бұл жерлерде кішкене есептеу керек. Түсінікті? Нақты есептеу керек. Енді кубик болғандықтан сіздер жалпы мына жағдайды ұмытпаңыздар. 8 төбесі, 6 жағы, 12 қыры бар. Яғни осыларға байланысты есептер береді. Сол кезде шатаспауымыз керек. Түсінікті? Міне, ең негізгісі осы. Так, кет дегенді ары қаратай. Келесі 12-ші есеп. Так. Келесі 12-ші есепті қарасақ, былай сызайық. Жалпы осындай 12-ші есепке байланысты есептер осы жылғы НТ-ларда көп кездесіп жатыр. 18. Я? Так, қараңыздар. Суреттегі фигураның периметрін табыңыз. Енді бұл жерде көбі аудан деп айтады, аудан не жаздырып жатады. Аудан деген бөлек, түсінікті? Периметр деген ол барлық қабырғалардың ұзындықтарының қосындысы. Ал аудан деген мысалға мына жерге неше материал кетуі мүмкін дегенді біз аудан деп аламыз. Түсінікті? Мысалға ауданын тап дейді, ол ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Ал бізде периметр сол барлық қырларының ұзындықтарының қосындысы. Енді біз ойлап қалуымыз мүмкін, мына жерге ештеме мән бермеген. Оны қалай есептеймін деп ойлауымыз мүмкін, дұрыс па? Ол үшін басқа тұрудың қажет жоқ. Қараңыздар, мен мына қырды апарамын да, былайынан көшірсем, ойша көшіріп жатырмын мен, ұқты, былайынан көшірдім. Мына қырым бүйтіп жойылып кетті. Енді мына қырды апарамын да, былайынан көшірем. Сонда міне, мынандай қыр пайда болды, дұрыс па? Сонда менің бастапқы, яғни мына жерді қиып алмай тұрғандағы тіктөртбұрышым шығады екен. Енді бұл жерде аудан десе ойлап қалмаңыздар. Бұл қабырғасы болғандықтан былайынан көшіре берсем болады, түсінікті? Ал периметр қандай? П тең міне 12, мына жағы 10, мына жағы 12. Қосылған 10, көбейтілген 2. Дұрыс па? Сонда 44 сантиметр шығады екен. Түсінікті? Аса күрделі емес, кішкене логикамызды қосып, басымызды жұмыс етіп жүрсек болған. Түсінікті? Өте оңай. Кішкене просто мына жерлерді ылғи периметр деп келген кезде осындай қабырғаларды қосып келтіріп жіберуді ойланып жүріңіздер, жақсы ма? Ол нақты керек болады. Так, кеттік енді 13-ші есепті шығарсақ, 13-ші есеп не дейді? Бөлмеде люстра, стол үсті лампасы және қабырғаға орнатылған екі жарық қондырғылар бар дейді. Түсінікті? Барлық жарық көздер тәуелсіз түрде қосылған, бөлмені неше әдіспен жарықтандыруға болатын табыңыз дейді. Енді бұл жерде әрбіреуінің несі әртүрлі болғандықтан, мысалға мен былайынан тұрғам, мысалға люстракі, біріншіні люстра дей салайын, екіншісі стол үсті шамы, қабырғаныкін біреуін 3, біреуін 4 дей салайын. Мысалға жарық берген кезде, мысалы мынаны өшірем да, мыналарды қосып тастауым мүмкін, дұрыс па? Немесе мына екеуін қосып қалғандарын өшіру мүмкін дегендей. Әртүрлі. Енді былай шығарсақ та болады кейде, мысалға мынандай бізде жалпы жарық шамдарын қосудың, өшірудің бізде екі функциясы бар, қосу және өшіру, дұрыс па? Сонда өшіру және қосу. Енді егер былай комбинаторикаға саламай жатсаңыздар, логикамен кетсеңіздер болады. Так, қарайық. Мен мысалға 1, 2, бұл жерде ешқандай шам өшпеу керек, естеріңізде болсын. 1, 2, 3, мына 4-ті қосып қоям. Дұрыс па? 1, 2, 4, 3-ті қосам. 1, 3, 4, 2-ні қосам. Немесе 2, 3, 4, 1-ді қосам. Түсінікті ғой? Ал енді керісінше 1, 2, керісінше өшіріп шықсам, қараңыздар. Мына жаққа қосатындар жасын, 4-ті өшірем да 1, 2, 3-ті қосам. Осылайдан жазып шығу керек бізде 3, 1, 2, 4-ті қосам. Так, мына жерде 2-ні өшірдік, 1, 2, 3, 4-ті қостық. Енді ары қаратай мен не қалды? 1-ді өшірем да 2, 3, 4-ті қоса салам. Түсінікті? Так, енді бұл бізде барлық жағдай емес қой. Мен мысалға 1, 2, 3, 4, 4-еуіне қосып қойсам болады, дұрыс па? Енді тағы да мысалға 1, 2-ні өшірем да 3 пен 4-ті қосам. Немесе 1 мен 3-ті қосам да 2 мен 4-ті қосам. 1 мен 4-ті қосам да 2 мен 3-ті өшіріп тастаймын. Жалпы қазір бізде неше әдіс? 12 әдіс шықты. Так, енді тағы да бізде қалды, мысалға 2 мен 3-ті қосам да
2 мен 3 болсын, 1 мен 4-ті өшірем. 2 мен 4-ті қосам да 1 мен 3-ті өшіріп тастаймын. Сосын 3 мен 4-ті қосам да 1-2-ні өшіріп тастаймын. Сонда барлығы, мына жерден барлығы шықты деймін бізде, себебі барлығын жаздық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 әдіс шықты. Сонда жалпы 15 әдіс шығады енді бұл жерде. Так, немесе комбинаторика бойынша қарасақ, комбинаторикада бізде бар болған қайталанбалы орналастыру деген. Сол жерде енді мүмкін 9 сыныпта біреуіңіз өткен шығарсыздар, мүмкін 10 сыныпта өткен шығарсыздар. Сода бізде мынандай есеп болатын. Қалтаға, яғни 3 түйінді 2 қалтаға неше әдіспен салуға болады деген есептер болатын. Сол кезде мысалға 2 қалта болса, бір қалтасы қосу, екінші қалтасы өшіру, дұрыс па? Соған мен 3 түйінді салып шығуым керек. Енді бұл жерде бір қызығы ешқандай себетті өшіруге болмайды. Түсінікті? Жарық беру керек тек қана. Сонда менің мынандай бар не? Барлық жалпы неше әдіс екенін тауып аламын да, өшіретінді алып тастаймын. Сонда жалпы 4-теу, менде сосын 2 талғана функция бар. Қосу және өшіру. Сонда 2-нің 4 дәрежесі жалпы 16. Ал бұның ішінде барлығын өшіріп тастаған жатып тұр. Түсінікті? Барлығын. Сондықтан 16-тан 1-ді азайтып тастаймын. Сонда 15. Міне. Сонда 15 әдіс шығады. 2 тәсілмен де шығарып бердім сіздерге. Егер комбинаториканы түсінбей жатсаңыздар, жаңа логикамен кірсеңіздер болады, немесе кәдімгі комбинаториканың есептерін пайдалансақ болады. Түсінікті? Так, өшірейін. Так, келесі 14-ші есеп бізде. Қарайық, 14-ші есепте мынандай бір логикалық амал беріпті, а қосылған 11 деп. Яғни шаршы ретінде берілген ғой. Так, қара, бір лайнын жазсалайық. А плюс В тең болады 11. А қосылған С, міне, А қосылған С тең 14. В қосылған Д тең болады 6. С азайтылған Д тең болады. С азайтылған Д тең болады 4-ке. Түсінікті? Так, енді бұл жерден барлық шықты. Біреу, 4 сан жаздым. Оңай жолына үйренуіміз керек. Енді оңай жолына қаратай жүгіруіміз керек. Так, сонда қарасақ, енді мен бұл жерден былайнан келтіріп жерсем. Адан В-ны азайтып жіберейінші мына жерде. Мына бір амал, мына жердегі пайдаланып, мен өзіме керегін тауып алсам, аның мәнін табуым керек қой. Міне, мынаны бір-бірінен азайтып жіберейін. Сонда қарайық. А қосылған В, азайтылған В, азайтылған Д тең 14, 14 азайтылған 6. Сонда А азайтылған В қосылған С минус Д. Мұны екеуін жақша қалсалайын, тең 8. Дұрыс па? Енді С азайтылған Д нешеге тең бұл жерде? С азайтылған Д. Менде 4-ке тең, дұрыс па? Сонда А азайтылған В қосылған 4 тең болады 8. Сонда А азайтылған В тең болады 4-ке. Түсінікті? Яғни азайтындысы 4-ке, қосындысы 11-ге тең болып сандар табым керек. Так, енді мына жерден өшіре салайын. Сонда менде не қалды? А қосылған В 11, А азайтылған В тең болады. А азайтылған Б тең болады 4-ке. Түсінікті? Яғни азайтындысы 4 болу керек. Енді тағы да бір-біріне қоса салайын. Менде пайдаланбай қалған мынау қалды. Және мынадан шыққан кезде біз мынаны да пайдаланып кеттік. Сонда шыққан кезде, үшеуін пайдаланған кезде А минус В тең 4 деген қалды. Дұрыс па? Енді бір-біріне қосып жіберейін. Сонда 2А, В мен В қысқарады да 15 қалады. Сонда А тең болады 7,5-ке. Сонда А тең 7,5 деген жауап шығады екен. Түсінікті ғой? Міне өте оңай, кішкене есептерді қарасақ, кәдімгі өзіміз білетін 6-7 сыныптағы темалар. Так, мынаны енді үлкейтіп, былайына келтірейік. Так, қараңыздар енді осы жерде. Енді есепті оқиын. Суретте үйдің іргетасының, яғни фундаменті мынау. Сызбасы өлшемдер сантиметр есебімен түсі қарамен көрсетілген. Үйдің ішкі іргетасының ені 30 см, яғни ішкі іргетасы деген мыналар. Түсінікті? 30 см. Сыртқы іргетасының ені 50 см, яғни сырты міне. Тіктөртбұрыштың. Үйдің іргетасының сыртымен есептегенде периметрін табыңыз дейді. Енді бізге бұл жерде есептеу керек, мына жерлерді есептеу керек. 30 см. Мына жерде 30 см дегендер бар. Сонда мына жалпы біз мына жақтың ұзындығын мен мына жақтың ұзындығын тауып алсақ болды, ары қаратай өте оп оңай. Так, қарайық. Енді
Мына жерден тағы да, жалпы мынау ғана 320 ғой, ал мына жерде тағы да 50 сантиметр бар екен. Мына жерде тағы да 50 сантиметр бар. Сыртымен есептегендегі периметрін тап деп тұр. Сонда қарайық, 50 қосылған 50 қосылған мына жерде 30 қосылған 320 қосылған 320 қосылған 460. Так, барлығын қосып шықсам қараңыздар. 320 не болады? 640, оған қоссам 1100, 1200, 1260. 1100, 1200, 1260 шығып тұр. Так, міне, бұл бізде мына жағының ұзындығы. Міне, 1260. Түсінікті? Дәген, мына жағының іргетасының енін тапсақ, бұл жерде қандай? Мына жерде 30 сантиметр тұр. 30 сантиметр тұр. И мына жерде тағы қарайық. Мына жерде 50 сантиметр бар. И мына жерде тағы да 50 сантиметр қосуымыз керек. Сыртымен ғой бұл жер себебі. Түсінікті? Так, сонда мынау А дей салайын. Енді В-ны есептеу керек қой. Сонда маған 50 қосылған 220 қосылған 30. Міне, мынаны қостым, мынаны қостым, мынаны қостым. Плюс 360. Мына жерді пока өшіріп, мынаны астына жазып тұрайын. Қосылған 50. Так, барлығын қосып есептесем неше шығады? Мына жерде есептесем 580, 610, 710. 710, 710 болып тұр. Енді периметр қалай еді? Периметр ұзындығы мен енін қосып, 2-ке көбейтінге тең. Сонда 710 қосылған 1260 көбейтілген 2. Тең болады қарайық. Мұнан қоссам 1970 көбейтілген 2. Тең 3940 сантиметр болып тұр. Ал бізде мына жақта жауабын қарайықшы. Жауабында метрмен беріліп тұр. Дұрыс па? Енді метрге айналдырсам 100-ге бөле салам керек еу. 14 метр шығады. Міне. Сонда бізде мына жерде оқушылар периметр десе есептеген кезде тупа кете бермеу керек. Мына жерде мыналарды да қосып есептеуіміз керек. Түсінікті? Соған кішкене мән беріңіздер. Жақсы ма? Іргетасы деп бұл жерде бекер беріп тұрған жоқ есептерді. Мән беріп кішкене шығарсаңыздар болды. Сонда жауабы 39,4 сантиметр екен. Міне, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Барлық 15 есепті талдап көрсеттім. Биылғы жаңа нұсқа. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар.